Qadrmenді жамағат, ардақты ақсақалдар, бауырлар, апалар, баршамызды бүгінгі Алла үйіне басып берген қадамдарымызды жаратушы жаппар иеміз сауаптай жазсын. Амин. Бүгін шүкір ету имандылықтың белгісі деген тақырыпта біраз айтатын боламыз. Адамның денсаулығы, Құдай тағаланың берген мал дүниесі, бала-шаға, тағысын тағы басқа атай берсек, нығметтер өте көп. Бұның санына жету пенде үшін әсте мүмкін емес. Осы нығметтерге адамның шүкір етуі, бұл Алла тағаланың берген нығметтеріне тілімен шүкір етіп, ұлы жаратушы жаппар иесіне бағыну арқылы оның «Фәзкуруни әзкуркум, вашкуруни вәлә тәкфурун» деп баяндайды. Мені жүрекпен, тілмен еске алыңдар дейді Алла тағала. Мен де сендерді еске аламын. Қалай? Дұға, тілектерді қабыл ету арқылы. Маған шүкіршілік етіңдер, алайда күпірлік етпеңдер дейді. Яғни берген нығметтеріне нашүкірлік жасамаңдар. Пайғамбарымыз өзінің бір хадисінде «Ажабанил әмри муъмин» мүміннің жағдайы неткен ғажап дейді. Мүміннің жағдайына таң қаласың дейді пайғамбарымыз. «Инна амраху куллаху хайр». Шындығында оның кез келген ісінде жақсылық бар дейді. «Валайса заака ли ахадин илля лил муъмин». Бұл сый, осы олжа мүміннен басқа ешкімге берілмеген дейді. «Ин асабатху саррау шакара факана хайран лаху». Егер қандай да бір жақсылыққа келсе, онда ол шүкір еткен, осы ісінде оған бір жақсылық бар. «Уайн асабатху даррау сабара факана хайран лаху». Енді бір қайта бір қиындық, қайғы келетін болса, онда ол сабыр етеді. Бұл ісінде де оған қайыр бар, бір жақсылық бар. Халқымыз барға қанағат, жоққа сабыр деген. Мынау мәшһүр Жүсіп бабамыздың 5 қымбат деген өлең шумақтарында 4-ші қымбатты былай дейді. 4-ші қымбат нәрсе шүкір деген, нығметке шүкірсіздік күпір деген дейді. Нығметке шүкірсіздік күпір деген дейді, құрметті бауырлар. Қадірменді бауырлар, құрметті жамағат, шүкірдің негізгі 3 түрі бар. Жүрекпен шүкір ету, тілмен шүкір ету, және үшіншісі іспен шүкір ету. Біз енді осы шүкірдің уақытымыздың жеткенше 3 түріне тоқталсақ. Бірінші, жүрекпен шүкір ету. Бұл жүрекпен шүкір ету, шүкір етудің ең үлкен түрі болып саналады. Сөзбен шүкір етуден ғана емес, пенденің сол шүкірі жүрегінің үлкен орын табу керек. Имам Ғазали айтады, шүкірдің ең жақсы жоғары деңгейі барлық нәрсенің Алладан екенін жүрекпен мойындау. Қандай жағдай болса да, кездесетін кез келген нәрсенің оның жаңағы бір Алладан екенін жүрекпен мойындау. Үлкенді кішілі қандай нығметтерге егер бізге берген болса, Алла тағала, құрметті бауырлар, соны Алладан екен бар болмысымен адамның қабылдап, соны берген, сол нығметті берген Алланы жақсы көрді. Құранда Алла тағала «Уама бикум мин ниъматин фаминаллах». Сендерге қандай да бір нығмет берілген болса, ол Алладан дейді. Жүрек міне осыны сезіну керек. Мейлі қандай жаңағы бала-шағамыз көп болсын,
сүйемелдікке қол жеткізген болайын, тағы да басқа бір Алла Тағаланың бір ерекше нығметтеріне бөленіп жатсақ, құрметті бауырлар, құранда айтып жатыр. Бұның барлығы Аллада. Жүрек бұл адамның денесінің патшасы болғандықтан, жүрек қалай шүкірді қабылдайды, сол біздің тілімізден, іс-әрекетімізден, әрекетімізден көрініс табады. Кейде адам деген қанша жаңағы нығметтерге бөленіп жатса да, сөйлескен кезде тек қана негатив айтады. Ренішіп жатқанын, ағайынмен бір араз болып жатқанын, бір қиыншылықтарды, бірақ өзіне беріліп жатқан нығметті айтпайды. Өйткені ол адам жүрегімен шүкірді сезіне алмай отыр. Пайғамбарымыз өзінің хадисінде өте көп естідік. Адамда жаңағы денесінде бір ағза бар, бір кесек ет бар. Ол сау болса бүкіл дене сау, ол